Айдың басында шомылу маусымын аштық. Қуанған көңілді қаралы хабар су сепкендей басуда. Жыл басынан бері 74 адам, оның ішінде 33 бала суға кеткен. Бұл былтырғы жылмен салыстырсақ аз, бірақ өлімді санап бөрікті аспанға ататын емес. Санның өспеуіне ауа райы ғана әзірге себеп. Көктем шыға салысымен еліміздің төтеншеліктері мектептерде 10 мың кездесу өткізіп, қауіпсіздік шараларын барынша насихаттапты. Оның бер жағында 200-ден аса интерактивті сабақтар өткізіп, 800-ден аса атанамен жоспардан тыс кездесу ұйымдастырған. Обалы нешік? Арада ай өтпестен алғашқы құрбандар туралы қаралы хабарлар шығып жатыр. Және ескеретін жайт, алдағы күндері Қазгидрометтің болжам бойынша еліміздің батыс және оңтүстік өңірлерінде ми қайнататын ыстық болады екен. Елорданың есілінде есі шығып, ер адам суға батып барады. Көмектесіңдер, құтқарыңдар деген дауысы әлсін-әлсін желмен жарыса жетіп жатыр. Жақын жерде жүрген құтқарушылар жедел жетіп, жігітті ажалдан алып қалды. Адамды құтқарғанда ол ерекше сезім болады. Міндетіміз біздің өзіміздің жұмысымды жақсы көремін мен. Бұл жай жаттығу ет. Тіліңе жылан жұмыртқаласын дерсіз, бірақ жаман айтпай жақсы жоқ. Жаттыққаның несі айып? Осындай көлде дайындықты шыңдаймыз күнде. Адамды көргенде бірінші мынау круг деген болады. Осыны лақтырамыз бірінші, сүңгейміз, осы артынан келеміз. Адамның, чтобы ол бататқан кезде ол өзінді батыр жері мүмкін да ол. Адамның өлшеулі өмірі алдымен Алланың, кейін құтқарушылардың қолында. Жауапкершіліктің салмағын жігіттер сезінеді. Күніне кеміне 10-ға жоқ қоңырау қабылдайды. Құтқару кезінде 1 секундтың өзі бағалы. Сол себепті өздерін жылдамдыққа, биіктікке, шыдамдылыққа шыңдайды. Құтқаруға арналған шеңбер болады. Бұнымен құтқарушылар қайықтың үстінде отырып, батып жатқан адамға келген кезде қолына ұстап лақтырады. Болашақта жалғастың ізін жалғасақ дейді жеткіншектер. Әр сөзіне таңдана, әр ісіне тамсана қарап тұр. Бұл балақайлар қазір жазғы лагерде. Жетекшілері су қауіпсіздігін меңгерсін деп әдейі алып келіпті. Өйткені соңғы жылдары суға алып кеткен бала саны артып барады. Мәселен, кейінгі 3 жылда 1375 адам суға батып кетсе, оның 401-і кәмелеттік жасқа толмағандар. Айта кетерлігі, осы оқиғаның 80%-і ауылдық жерде тіркелген. Судан 4 баланың мәйіті табылды. Бұл 2007 жылы туған 2 бала, 2006 жылы туған және де 2009 жылы туған балалар. Бұл балалар суға шомылуға рұқсат етілмеген жерде түскен, сол жерде суға батып қайтыс болып отыр. Жан түршігерлік оқиға осы апта Елорда іргесіндегі Нұра Есіл каналында болды. Су жағасында ойнап жүрген 5 баланың 4-еуін қанды су жұтып қойды. Тек 1-еуі ғана дін аман. Сәтін салып, оны жақын маңда жүрген үлкендердің бірі құтқарып қалыпты. Біз каналдан келе жатқанда бір ағай ол баланы көтеріп әкелгенде, сосын оның жүрегінен бір ағай басып, кейін ішінен басқан. Сосын ол демалып, бір ағай больницаға кеткен. Оқиға желісімен айтайық, ата-аналары ақшам уақытында балалардың жоғалғаны жайлы жайсыз ақпар береді. Дереу іздестіру шараларына кіріскен құтқарушылар марқұмдардың денесін келесі күні ғана алып шығады. Алып шықтық, мен өзім түстім. Қасымда 5 адам болды, водолаздар екі жақтап қарадық. Мен түскен жақтан балалар шықты. Бір-бірдеп алып шықтым. Бір жатқандары аралары 1-2 метрдан, 1,5 метрдан. Сол 4-еуінде алып шықтық. Сол ата-аналарына тапсырып, сол жерден біз жұмысымызды аяқтадық. Жаз шықса болды, күн ыстық. Содан Нұра Есілге балалар ынтық. Аптапта суда ойнақсы келетін бала қаптап кетеді. Алайда тек отпен ғана емес, сумен де ойнауға болмайтынын ойдан шығармау керек. Балаларға айтамыз, анда қастаңында үлкен кісілер болса түсіңдер, үлкен кісі болмаса түспеңдер деп
дайындап отырамыз балаларға. Шығыңдар өздерін қарап өзім көбінше келем, қарап тұрамын. Мен басқа балалар нетіп жатады, шомылып жатады. Жыл басынан бері Астанада балалардың суға кету фактісі тіркелмеген екен. Алайда аяқ астынан болған 4 жеткіншектің өлімі өкінішке орай қаралы статистиканың парағын ашты. Ал республика бойынша бұл алғаш оқиға емес. Санарға жүгінсек, еліміздің оңтүстік және батыс өңірлерінде өте көп. Күні кеше Жамбыл облысында 2 жасар сәби суға батып кетті. Жыл басынан бұл аймақта 8 оқиға тіркелген. Оның тең жартысы бала. Көктем шыққанда оңтүстік Қазақстан облысында К39 каналы 5 жастағы баланы ажалымен қауыштырды. Тура 4 күн бұрын 7 және 9 жастағы екі ұлдың Павлодар облысындағы Ертіс өзені өмірлерін қиды. Тізіп шықтық, кейін түзіп шықтық. Түсінгеніміз, қайтыс болған балалардың бәрі рұқсат етілмеген жерде шомылған. Бұл бірінші. Екіншіден, оқиғалар ауылды жерлерде болған. Үшіншіден, ата-ана қарауынсыз. Бұдан бөлек адамдардың қаза болуының негізгі себептері бұл су айдындарында қауіпсіздік қағидаларының бұзушылық, яғни тыйым салынған орындарда, соның ішінде мас күйінде суға шомылу, жүзе білмеу, немесе өз күшін жете бағаламау, және де ересек адамдардың балаларды су айдындарының маңында қараусыз қалдыру, балық аулау кезеңінде қағидаларды сақтамау сияқты себептерде жиі кездесіп тұрады. Ел бойынша бас аяғы 100-ден астам қалалық және 500-дей жекеменшік жағажайы бар. Бұл қауіпсіздік шаралары сақталған, шомылуға болатын жерлер. Ал ел астанасында 3 қана жағажайда алаңсыз суға түсуге рұқсат. Басқасы өмірге қауіпті. Соңғы оқиғалар сөзімізге куә. Қауіпті екенін ескермей, бейгүнә қаншама періште көк көшіп келмеске кетті. Ал ажал сепкен су баяу ағып жатыр. Адамдардың өмірін жалмап қойып. Әсем Изатқызы, Нұрай Құрақбай, Өміргүл Жендетхан, Айбек Қосан, Рустам Әбілдинов. Басты бағдарлама.